Қырымыз қазағым, қайырлы таң. Сіздер кешеден бері жазып жатқан екенсіздер, енді сіздер ма білмеймін. Жалпы халық сұрап жатыр екен, Мадияр қашан қамалады, экспертиза болды ма, және де тағы да басқа көптеген сұрақ қойыпсыздар. Қазір мен офисқа кетіп бара жатырмын. Барғаннан кейін заңгермен ақылдасып сіздерге жауап беретін боламыз. Міне Тараздамыз. Дәл қазір Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Қайсар Сұлтанбаев мырзамен жолығатын боламыз. Ол кісі бізді қазір арнайы қабылдайын деп отыр. Және де осы Мадина қарындасымыздың ісін жеке бақылауға алуды сұраймыз. Біздің бар сұрарымыз осы Мадина қарындасымыздың ісін өзіңіздің жеке бақылауыңызға алсаңыз. Біздің бар өтініп сұрайтынымыз сол үшін ғана келгенбіз. Бұл іс бізге алынып, біздің осы тергеу басқармасындағы ең тәжірибесі мол, ең білікті, мықты маманға тапсырып, күнделікті бақылауда ұстап, тергеудің сапасын қамтамасыз етеміз толығымен. Сіздер де бізге көмектессеңіздер, сіздерге тек рахмет айтамыз. Өздеріңіз көргендей, Мадина қарындасымыздың ісі бұдан былай біздің өтінішіміз бойынша Жамбыл облысы полиция департаментінде тергелетін болды. Біз ақиқат үшін соңына дейін барамыз. Сіздерден тек қолдау, лайк, комментарий. Бүгін бізді қабылдаған генерал Сұлтанбаев Қайсар мырза, яғни Жамбыл облысы полиция департаментінің басшысы, жеке өз бақылауында тергеу жүргізетініне уәде берді. Мен Мадина өз-өзіне қол жұмсады дегенге күмәндана бастадым. Себебі бізге жіберген мына бір голосовойды тыңдаңыздаршы. Тәте, спальныйда бір хотя бы төсек бір бәле қалдыра аласыз ба, потому что мен күйеуіммен ажырасып жатырмын да. Негізі біз күйеуіміз меркеде тұратынбыз, а мен 4 күнім Алматыда, мен заттарым келем дегенше уже бәленбай уақыт болады. Поэтому қалдыра аласыз ба көрпе төсек дегендей. Мен балам тұрамын ғой, балам 9 айлық. Тәте, бұл меркеде ғой, иә? Тәте, маған да сол долго керек. 25-нен кейін дейсіз ба, одан бұрын болмай ма? Ал сіз Мадинаның өз-өзіне қол жұмсады дегеніне сенесіз бе? Төменде пікір жазып кетіңіздер және осы парақшаға подписка жасаңыздар. Себебі Мадина жайлы шынайы ақпараттар тек бізден ғана шығады. Әділдік үшін бірге күресейік. Моргта Мадинаға таласты олар. Мейтті алып кетеміз деп, жақсы жерден жер алып қойыппыз деп. Ол жеріңе өздеріңнің біреулеріңді көме салыңдар дедік біз. Сағат 3-те бір жерлемекші болған, бір күн бұрын қайтыс болған Мадинаны 3-те моргтан әкеп жерлеп тастамақшы болған. Сағат 5-те жерлеп тастамақшы болған. Содан кейін біз баратқанымызды естіген, сосын таңғы 7-ге жерлеп тастамақшы болған. Таңғы 7-ге де жерлеп тастамақшы болғандары жаңағы жасырмақшы болды да, теладағы сонша көгерген жерлер, ұрып өлтіргендерін деп ойлаймын да мен. Шақлы екеуміз кірген кезде олар артымыздан кіріп, біз сіз кірмейсіздер, көрмейсіздер деді. Көрем, шығарып жібердім да есікті жауып, қызыңды көрдің бе десем, бұл екі әйел сүйеп әкелді, дұрыс көрмедім деді. Онда қорықпайсың ба дедім, жоқ деді. Ашып көрейік дедім. Аштық, бетін ашсам жаңағындай көк ала қой, бет аузын көрмейсің, көре алмайсың, мына жерлері көгеріп кеткен, беттері көгеріп кеткен. Сосын бұған айттым, барлық жерін ашып көрейік пе, қорықпайсың ба дедім тағы да. Көрем аяпа деді. Аштық, тұла бойы көгеле қой, аяқтары тырналған, қолдары тырналған, тырнақтардың арасы кір-кір жерде жанталасып неғылған болу керек, сүйреген болу керек, оны өлтіріп алды деп ойлаймын. Аяқтары тырналған, аяқтарының тырнақтары да кір-кір, шаштары сабан-сабан, шөп-шөп. Содан мен өзім тек бас жағын ғана фотоға алдым дағын, тұла бойыны алмай шығып кеттім. Марқұм Мадинаның мәйітіне талас. Мадина түнгі 1-ге жақын қайтыс болған. Мамасына қызымыз азылып қалды деп хабарласпай, өздері тексеріске апарып ешқандай соққы жоқ, азылып қалған деген дәлел жасап алып, сол түнгі 3-те көміп тастамақшы болған. Анасының айтуы бойынша таңғы 5:00-де көміп тастамақ болған. Сосын олар келе жатқанын, туыстары анасы келе жатқанын естіп, таңғы 7-де көміп тастамақ болған. Негізі өздері де біз жақсы жерден жер алып қойдық. Арнайы Мадинаға деп мамасы келмегенде жерлеп, өзі асылып өлген деген қағазды көрсетпекші болған екен. Шақлу ханымға Мадинадан түнгі сағат 4-те сообщение келген, яғни хабарлама, өзімді асамын деп, мамасы келем дегенше сағат таңғы 7-ге дейін көміп тастаймыз деп есептеген екен. Енді сұрақ, адам қайтыс болған соң ертеңгісі сағат түскі
12:00-де жерлемей ме? Молданы шақырып, ағайын туысты шақырып, бата оқып, Құран оқып. Ал бұл кісілер сол түні көміп тастамақшы болған. Сөйтіп, мәйітке таласқан, тіпті анасына қызды көрсетпеген. Бұл кісілер өздері барып көремін деп, мәйітті ашып қалса, сау тамтығы қалмаған екен. Денесінің бәрі көгерген. Енді, жалпы, бұл тергеу әрі қалай өрбімек? Кім кінәлі болып саналады? Бұл суицидке итермелеу ме, әлде нақты қылмыс па? Біз сол жауапты күтіп отырмыз. Мен қызым өліп кетіп отыр. Өліп кетіп отыр. Соған сен комитет еттің. Соған договор. Сен жібердің соған. Сен өлтіріп соны. отырсың. Сен. Сен Қойдың исін бе балаңа. Қызыңа бір мейірім бермегенсің. Сен істедің соны. Машайнаққа. Сен істедің соны. Чемоданды тауып бер маған. Чемоданды. Бергендер. Алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз, киімдерін алып кетсінші. Бергендер. Алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз, киімдерін алып кетсінші. Аяқ киімдерін басынып жүргендерін бәрін түсіріңдер. Тергеуді аяқталмай айыптар басталып отыр. Жүр ғой. Аты жөніңіз кім сіздің? Сұрап ал бәрін. Мына журналистің атысын шақырып, аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Үйге аяғымен басып кіріп жүрген. Бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапты да тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу бастап менің ойымша сұхбат бермейміз өздері. Сіздің құқыңыз бар толыққан сұхбат беруге. Экспертизадан береміз. Қалай экспертиза? Сіздікінде халыққа жеткізейік та халыққа. Сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Сіз өзіңіз журналист шақырып қойдыңыз ба? Қайда жүрдің? 2 жыл тұрды ғой осы жерде қызым. Өзбекстанда үйренді көбіне. Болмағанда тұрайсың, сенің құжаттарың жоқ. Өзбекстанда тұрайсың. Неге өтірік айтасың? Ұятсыз. Адам өлтіріп отырсың, ол кім ұятты, кім ұятсыз. Сен адам өлтіріп отырсың. Адам басына етіп отырсың. Мен адаммын, Құдайдың алдында ақпын. Сенің алдында ақ болмасам да. Құдайдың алдында мен ақпын. Жеріне барды. Барғанда бұл кісілер жақтан шыға алмай. Есем ашып тұрған жоқ. Ұрдың. Айдай қызым дейіп өлтіріп отырсың. Сен ұрдың мені. Ұрдың сен. Оламасаған мен қызым өліп кетіп отыр. Өліп кетіп отыр. Соған сен комитет еттің. Соған договор. Сен жібердің соған. Сен өлтіріп соны. отырсың. Сен. Сен Қойдың исін бе балаңа. Қызыңа бір мейірім бермегенсің. Сен істедің соны. Машайнаққа. Сен істедің соны. Чемоданды тауып бер маған. Чемоданды. Бергендер. Алып кетсін, мама, бәрін алып кетсін. Не істейсіз, киімдерін алып кетсінші. Енді бұлар тергеуді сыйлаған жоқ. Мына журналистің атысын шақырып, аты жөнін бәрін жазғанды. Мынау әйел кім мынау? Үйге аяғымен басып кіріп жүрген. Бәрін жазыңдар. Тергеуді сыйламады. Сұхбат бергіңіз келмей ме? Біз екі тарапты да тыңдағымыз келеді. Сұхбат бермеймін мен. Бізге айтылды. Тергеу бастап менің ойымша сұхбат бермейміз өздері. Сіздің құқыңыз бар толыққан сұхбат беруге. Экспертизадан береміз. Қалай экспертиза? Сіздікінде халыққа жеткізейік та халыққа. Сізге бермеймін. Мен өзім шақырып қойдым, сол адамға беремін. Адам айтыңызға балтырыздай келіп әйгелі шорынан ералымыз деп қырқырына бағыштарын апам Әбілкел Балтыбек келінеріне бағыштарын атам Рыскелді Азамбек өңіріне бағыштарын атам Бақытбек Малгелді өңіріне бағыштарын ағам Нұрперзент Малгелді өңіріне бағыштарын басқа да дәметкен ағаттарына бағыштарын
келіншегі Мадина Рашид кызын рухына багыштайм. Жакын жерлерди топлап атат. Жалпы бүгін жерледіңіздер ғой. Жаназаға құда-құдағи келді ма? Жоқ, ешқайсысы келмеді. Неге? Қалай сіз енді денесін алып кеттіңіз ғой. Сол кезде арада бір кикілжің конфликт болды ма? Сіз айттыңыз ба? Күйеу бала өлтірді бұны. Өзі асылмайды деп. Айттым. Жоқ, олар қандай қиналып, жаны қиналып тұрған емес олар. Бәрібір болып тұр ма? Бәрібір болып тұр ғой оларға. Еще қызымның, Зейнептің телефонына да жазып жіберген ғой, сөйлеп жіберген ғой. Не деп? Шығармай тұр интернетке, көнбағанша деп жай сөйлеп тұр ғой. Ешқайсысы не қылып атқан жоқ. Жаны күйіп, қызым ақ көңіл еді. Жасы кетті. Күйеуі барни алып келген екен. Аванс алып барни алып келген екен, пачка. Сол пачканың ішінде бір несін алғанды, баласына ашып бергенде, и екіншісін алып өзі жейін деп жатқан кезінде жеп бір тістегеннен кейін күйеуі келіп, сен неге баланың тәттісін жейсің деген екен. Ой, сосын не болыпты? Мә деп берген екен. Сол кезде енесі келіп ұрсыпты. Сен не жейсің, неге күйеуіңе қарсы сөйлейсің деген кезде Мадина сөз қайтарған екен. Сол кезде күйеуі келіп, сен неге менің мамама сөз қайтарасың деп ұрған. Сол кезден басталған бір барни үшін. Басында сабан шашын жұлған, сүйреген денесін, арқасын шыбықпен ұрған, аяқтары сырылып қалған, арқасын шыбықпен ұрған іздер тұр. Басын тесіп саған ғой, тесіп жерген басын. Күйеуі өлтіріп, ұрып соғып өлтіріп, басын тескеннен кейін ол кінәні менен болмасын деп асып қойған ғой әйелін. Меркі аудандық полиция бөліміндеміз. Қасында әріптесім Жан Ахмадиев. Сіздер осы іс басталғалы өздеріңіздің блогтарыңызда айтып, және отбасына толыққанды көмектесіп, ақпараттық қолдау көрсетіп, және заңгерлік көмек көрсетіп жатырсыздар. Осы уақытқа дейін өзіңізге не белгілі болды? Осы уақытқа дейін белгілі болғанда біріншіден айтатынымыз, негізі Мадинаны бұл кісілер қайын жұрты 17 жасында алып қашқан екен. Білесіздер, ол біздің заңда адам ұрлау фактісі. Содан кейін 2 қабат болған жайлы жаңа анасы айтып жатыр, оны сіздерге қазір өзі айтып береді. Содан біз үйіне бардық жаңа. Қайын жұрты Мадиярдың үйіне бардық. Өйткені оған себеп болған Мадинаның анасы Шахло. Сол жақтан қызымның киімдерін алып кетем деді. Барсақ, киімдерді летний кухнясына шығарып тастаған. Бұл кісілер барып еді, скорый тұр екен, жаңа анасы ауырып жатыр екен. Мадиярдың бұл кісі кіріп еді, үйге кіргізбей, содан бұл кісіға киімдерін бермей қойды қысқасы. Неге десеңіз, біз қалың мал бергенбіз дейді. Біз қалың мал төлегенбіз, киімдерді сендер өкілмен алып кетіңдер дейді. Қазір енді біз полиция қызметкерлерін ертіп барып, арнайы барып алып кетуге тырысамыз. Өйткені бұл жерде мәселе киімде емес, дүниеде емес. Анасының бар арманы қызымның киімдерін иіскесем дейді да, үйге алып кетем дейді. Баланы оны соттан кейін шешеміз, жаңа 8 айлық бала бар ғой арасында. Бала кімнің қолында қазір? Бала сол Мадиярлардың қолында. Кім қарап жатыр ол баланы? Білмейміз оны, кім қарап жатқан. Көрсетпейді баланы. Баланы көрсетпеді. Жаңағы Мадиярдың өзі қайда? Мадияр жоқ. Мадиярға қазір мына жерде сұрадық полиция қызметкерлерінен, ол Мадияр тек қана статусы куәгер екен, куә. Әзірге куәгер. Куә, тек қана куә. Әлі статус бермепті. 105-те де, 105-пен іс қозғалды дейді. Сосын көршілеріне сұхбат алдық, көршілеріне айтып қалды. Ұрса енді ұрған шығар, еркек қой, ұрғанда да қатты ұрмайтын дейді. Бұл осы әзірге ақпарат. Енді біз бұл істі соңына дейін апарамыз. Сіздер енді жерлеу рәсімі кезінде де болдыңыздар, иә? Енді неше түрлі ақпаратты, видеолар тарап жатыр, марқұмның енді көрер көзге өте ауыр. Жаңа анасы сіздер көрген шығарсыздар, асылып жатты, асылам деп бір видеоны тарады ғой. Иә, тарады. Ол видеоны анасы айтады, менің қызым дейді. Ол асылатын болса, маған сәлемдеме айту керек қой адам деген. Сол үшін ол видеоны жалған деп айтып жатырмыз. Сіздер де таратып берсеңіздер, айтсаңыздар соны. Кім болмаса, бала маманат, қараңыз деген сияқты бір ауыз сөз болу керек. Өте ашық болған дейді Мадина. Ондай қадамға бармайтын еді, ақ көңіл, абзал азаматша болған деп жаңа өзі айтып жатыр. Бұл жерде ол өкінішке орай осындай жағдай орын алды. Оны бәріміз бақылап біліп отырмыз. Бұл жерде ештеңке жариясыз қалмайды. Қазір таңда қылмыстық іс жүргізу кодексінің, сіздер заңгер болған кейін өзіңіздер білесіз, 201-ші талабына байланысты біз жария ете алмаймыз. Бірақ ештеңке жасырын қалмайды. Бірнеше тергеу әрекеттері
жүргізіліп жатыр, тиісті сараптамалар жүргізіліп жатыр. Оның қорытындылары бойынша енді қылмыстық процестік процессуалдық шешімді өзінің тиісті деңгейінде табылады. Ештеңе жариясыз қалмайды. Мен оған кепіл беремін, 100% ақиқатына дейін жетеміз. Мадиарға қандай статус берілді қазір? Ол куә ретінде. Оқиға куәсі ретінде. Иә. Жалпы суреттерді көріп жатқан шығарсыздар, иә, Мадинаның. Енді ол жерде соққылар бар, көгерген, ана қыз, мен енді өзім ойлаймын, қашып бара жатқан кезінде тізесі сырылған. Енді бұл жерде сот медициналық сараптама тағайындалды, комиссиялық түрде де тағайындалды. Енді оны қорытындысын алғаннан кейін көреміз. Қоғамдық ортада болып жатқан резонансты біз көріп отырмыз. Бұл қоғамдық резонанс туындамаса да әр іс бақылауда. Ол жағынан мен 100% кепіл беремін. Адами тұрғыда айта аласыз ба, жалпы қалай ойлайсыз, Мадина не себепті асылып қалды? Немесе оны біреу асылуға итермеледі ме? Бүкіл мән-жайлардың бәрі тексеріледі. Мен адами тұрғыда, басқа да тұрғыда, бұл жерде жүрекпен де заңды, бүкіл жағының бәрі объективті қаралады бұл жерде. Оны мен қазір ештеңе нақты айта алмаймын.